Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен премиум соусының рецептімен бөлісемін. Бұл соуспен кез келген салаттарды жасай берсеңіз болады. Ингредиенттерді міндетті түрде таразымен өлшеп алу қажет болады. Бізге 25 грамм дижонская зернистая горчица қажет болады. Таза табиғи балдан 40 грамм қажет болады. Кәдімгі қанттан 30 грамм қосамыз. Алма уксусынан 40 грамм қосамыз. Және де осындай ашық түсті бальзамикалық уксустан 100 грамм қосамыз. Татымына қарай 2 граммдай тұз және 2 граммдай қара бұрыш қосамыз. Енді экстра virgin деген зәйтүн майынан 200 грамм қосамыз. Және кәдімгі сұйық майдан тағы да 200 грамм қосамыз. Яғни бізде май 400 грамм. Бұл соус сіздерге көпке жетеді. Холодильникте фольгамен орап, қараңғы жерде сақтап, аузын жауып қойсаңыздар, ұзақ 1 ай, 1,5 ай тұра беретін болады. Енді асықпай кәдімгі венчикпен 15 минут, 20 минутта еземіз. Қанты ерігенше міндетті түрде. Және де салатқа қосатын кезде араластырып қосуды ұмытпаңыздар. Өте универсалды, көптеген салаттарға кете беретін және ұзақ сақталынатын керемет соустардың бірі. Баршаңызға рахмет, сәттілік.